рассказываю. Жили-были волки Одессе. Одессе говорит, волк, ты чё болтной? Mama, papa. Ne oldu işler be? Karısına tündür. Babam kayda. Mamam ve papan apanın evine gitti. Yendi bunlar kelmeyin. Sen benim babam bulasın. Demesin zıvandayım. Göz aldım ya zıvandayım. Sen de varsın sen. Sen zıvanda batın. Allah! Ya ne baldarının mağazası gittin mi? Mama. Asatlar bu ya. Bolt da var. Bolt neyin babamsın? Erken şişin kelmeyin yendi. Baba kayda gideyim ha. Karnım aç gitti benim. Kardeşme. Benim mamam diyeyim ki. Girdi. Ay yoğurda kaçırıyorum değil. Брат, бүгін бейсенбі, ертең жұма. Сағат ертең ровно 2-де PlayStation ойнаймыз. Бүгін ғой жұма. Қой бүгін. Қара. Бүгін жұма ма не? Жұма намазға тағы да бара алмайтын болдық. Инстаграмға сурет салып тастайыншы. Бүгін жұма екен ғой. Жарты-ақ сағат қалды. По-любому үлгермен ғой. Келесі жолы барамын. Айтпақшы бүгін жұма ғой. Қойшы. Жүр, міне мешіттің қасында суретке түсіп Инстаграмға салып тастайық. Жұма қабыл болсын, жамағат, лайктар кетіп жатыр ғой дос. Брат, ақыры бүгін жұма ғой. Кет, мешіттің қасында тұрмыз, жұмаға кірейік жүр. Ой, брат, кеше ғана ішіп қойдық қой, еще ғосылымыз жоқ. Келесі жолы барамыз, точно. Ғосылымды алдым, ниетім түзу. Енді жұмаға кеттім. Алло? Мен отқан жерде кім жүргенін білесің ба? Сенің ғашығың Айнұр бар ғой, сол жүр ғой. Онда брат 20 минут ұстай тұр ана қызды. Мен қазір келемін, жарай ма? Сәуке, қарым деген ашып кетті ғой. Оның үстіне мен де тоңып кеттім бар ғой. Біздің әдет бар ғой, байдың баласы ғой. Звондаш, ешіртейді аламын. Ассалаумағалейкум, братым, амансың ба, жаным, қайдасың, брат? Тамақ ішіп отырмын, қарнымыз ашып отыр. Онда келсеңдерші бірге тамақ. Давай-ка барамыз. Жевалдар, тоймай қалсыңдар, тағы заказ беріңдер. Есі үштіге шыққасын, кинотеатрға бармадық қой бәріміз. Рахмет. Әбілек, қазір жігітіне кезе осы. Басы жүр, кинотеатрға барайықсың, я? Давай. Осы үшін бармайық қой. Оған ақша жоқ қой, брат. Өзім төлей салам. Шақа берші, брат, ойнайыншы. Ақша төледім деп не өзің шоу болып тұрсың ба? Жоғой, ойып тұрған жоқпын, брат. Жарайды, ойнай бер. Үйге қайтайық. Қайтайық, брат, енді сен жолға 5 теңге бересің ба? Брат, өзімде 1000 теңге қалды, таксиге керек, бере алмайын, брат, ренжімеңдер. Шағып тұрсың ғой сонда, я? Жарайды онда достарың жаяу кете берсін, дала жаңбыр, өзің таксимен-ақ бара берші. Енді араласпай-ақ қояйықшы, брат. Алло, қалай жағдай радный? Ауылға Алматыдан келген ғой, бір киініп алу керек еді, сен қаяқтасың өзі? Сол брат, мен жұмыста жатқам, ағам складында жұмыс істеп отырмын, ағам жібермейді, брат, өзің қарай берші. Жарайды мейлі. Сол ауылдан ана бұқан сатып жүрген ғой, бір от үйді киініп алсам ба деген ғой, радный. Қойш, бұқан саттың ба не? Қазір мен онда ағамнан сұранам, радный, я? Келе жатырмын. Қалай радный? Ауылдан бір досым келген десе не? Ұша алмайды деп ойлайсың ба жұмыстан? Паровозға барайық, кет. Момыз тұрған кезде, ішінде мен шоқ бар, наускен киіңдер, кет жүр. Радной, сен бергеш, бұл көзің жақсы ғой. Ана Бекжан тойына барған кезде, мен қызыл костюм киіп алсам қалай, я? Өтеді, нормально. Онда сен де киініп алып, бұқан ақшасы бар ғой, менде. Опа, киіне бер. Мен алып отырмын, мен таки. Кім қарындас? 43 мың. Міне онда. Мынандай ғой. Все. 49 мың болды онда. Че там бір тамақтан болмаймыз енді. Донер самса не бар қалады өресіз. Жоғы сушиға барамыз, брат. Ол не тағы да? Кеттік жүр. Кешке қалмай барайық.